Содан сол қазақтың еліне бәр жақтан енді біреу қисық немен келеді, орыстар қайта бес облысымыз біздікі деп сөз көтереді. Қазір кішкене тыныш болып қалды. Басқалар бізде ата бабаларымыз осы жерде бұрын тұрған. Ол шын. Ленин руы осы жерге келіп, картада көрсеңдер, осы жерде қонған олар. Ал Яхуди руы, олар ол шөлдарға кеткен Гобиге. Сонда еврейлердің сондай несі бар, аңызы бар. Еврейлер Жақұптың 4-ші баласын, Яхудидің ұрпағын таппаса, олар жойылады. Менің кітабымның арқасында оларға енді үміт бар, үлкен үміт. Яхуди тобының ұрпақтарының біреулері тірі. Ал біреу тірі болса, оларды ол басқарса еврейлер болып сақталынады. Сондай не бір. Орыстардың ғалымдар айтады, орыс қазір патша тағайындалмаса, орыс халқы жойылып кетеді. Петрдің ұрпағын табу керек олар. Табу керек. Петрдің ұрпақтары жоқ. Сонда көлденең, Петр ненің әкесі де, шешесі де түріктер. Сол түріктер, сол татар-моңғолдан қалған ұрпақтары. Сол ұрпақтардың туысқандары бар ма? Туысқандары бар. Ол Шыңғысханның тұқымдары бәрі де. Олар онда сол кішкентай рулардан шыққан орыстың патшалары. Неден бастап? Грознийден? Иә, солардан бастап. Невскийден? Невскийде, Грозный ол Мамайдың немересі. Содан олардың енді өмірлері өте қиын. Болашағы жоқ. Болашағы жоқ ел жынданады. Соғысқа кіреді, қылмысқа. Ал қазақтың елі болашағы биік. Сонда Құдайдан берілген көсемін өз қолдарымен өлтірген. Өлдірді. Иә, балаларымен бәрінде шырылдатып ат тастады. Ал қазір енді таба алмай жүр. Шетелден де шақырып еді, ешкімде жарасқан жоқ оларға. Олардың болашағы жоқ. Қазақ елі болашағы биік.